Мен жетіммін. 3 бөлім. Достар, сіздерден аз ғана өтініш. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Бесеуміз мұнда бауырмашыл болдық. Әпкем екеуміз сіңлім мен інілерімізге қарап жүретінбіз. Осылай жүргенімізде араға 1 жыл салып анамыз келді. Анамызды көріп, жүрегіміз лүпілдей қуанып, бесеуміз жан-жағынан қаумалап құшақтап сүйіп, бетінен сүйіп, жылап көрістік. Мына жетімдер үйінен бізді алып кетуге келген болар деп ойлап қалдық. Алайда өкінішке орай олай болмай шықты. Анамыз сол баяғыда екен. Одан әрі жүріп, қартайып кеткенде ме, денсаулығы да түзелмепті. Самайын ақ шаш шалып, маңдайына қалың 2 сызық әжім түсіпті. Анамыз бізді жұбатып, ауладағы беседкаға отырғызып, балалар, мен қазір ақшасы аз, жеңілдеу жұмыста істеп жүрмін. Өздерің көріп тұрғандарыңдай жағдайым да мәз емес. Қазірше және біраз шыдай тұрыңдар. Сендерді алып кете алмаймын. Әкелеріңнен сол күйі ешқандай хабар жоқ. Осында тұруларыңа тура келеді. Мен келіп тұрамын. Мұнда әйтеуір қарындарың тоқ, киімдерің бүтін ғой. Аздап шыдап жүре тұрыңдар деді. Мұны естігенде қуанышымыз су сепкендей басылды. Әкелген азын-аулақ жеміс, тәттілер мен киім-кешегін беріп, бетімізден сүйіп кетіп қалды. Бесеуміз және жылап қала бердік. Содан анамыз сол кеткеннен араға 1 жыл салып жазғы демалыста келді. Сөйтіп бізді алып, өз ата-әжеміздің ауылына алып барды. Ес білгелі, ол кісілерді алғаш және соңғы көруім еді. Белдері бүгілген қарт кісілер екен. Сол жерде атамнан 7 атамды сұрап жазып алдым. Атам соғыс ардагері, өте еңбекқор, жақсы кісі болған екен. Осылай анам жылына 1 рет жазғы демалыстарда келіп кетіп жүрді. Кейде ғана бізді анда-мұнда алып шығатын. Анам табиғатынан тұйық, салқын қанды еді. Жылына 1 рет келсе де, бізді құшып, мейірлене иіскеп, сүйіп, еркелеткен емес. Мұнысына ренжімейтінбіз. Әйтеуір әкем секілді бізді тастап, жоқ болып кетпей келіп тұрғанына қуанатынбыз. 2000 жылы балалар үйінен мен және бір ұл екеуміз 11 сыныпты бітірдік. Сол кезде анам бір футболка мен шорти әкеп беріпті. Винеткаға 500 теңге тауып бере алмады. Бұл жағдай жаныма қатты батты. Сыныптастарымның барлығы суретке түсіп, винеткаларын алып, қоштасу кешіне дайындалып жатты. Менің көңіл қошым болмады. Қоштасу кешіне киетін көйлегім жоқ еді. Бөлмеде жылап отыр едім. Сол жердегі мұғалім кіріп келді. Алдында толыққанды отбасылардың ата-аналары біздей жетімдерге пітір сатаға беріп тұратын. Сол ақшаның 1 тиынына тиіспей, осы мұғаліміме беріп, жинап жүретінмін. Осы апайым сол жиналған ақшамды алып келіпті. Сөйтіп басқа да мұғалімдер ақша қосып, маған қоштасу кешіне киетін көйлек пен аяқ киім сатып әперді. Осы ұстаздарыма көп рахмет. Сол кезде жабырқаулы жетім жүрегімді бір қуантты. Қоштасу кеші өткен соң қаладағы бір жеке жоғары оқу орнынан адамдар келіп, қайырымдылық жасаймыз, 10 баланы өз қамқорлығымызға алып, тегін оқытамыз деп оқуға шақырып кетті. Сол жоғары оқу орнына оқуға түстім. Содан
кейін балалар үйі меңгерушісі қолыма куәлігімді беріп, жоғалтып алмауымды қатаң ескертіп, қоштасып шығарып салды. Жасым небәрі 17-де. Сол кезде ондағылар қолымызға не ақша, сөмкемізге не тамақ салып бермепті. 17 жасар қыздың ендігі тағдыры жайлы ойламай балалар үйінен шығарып жіберді. Үлкен қала, қайда барарымды, не істерімді білмей, жан-жағыма алақтап, ересек белгісіз өмірмен бетпе-бет келдім. Содан жақын маңдағы саябаққа барып отырдым. Біраз ойландым. Анам соңғы рет келгенде мекен-жайын тастап кеткен болатын. Сөмкемдегі азын-аулақ тиынмен автобусқа отырып, анама бардым. Барсам, анам өзі туып өскен жеріне, туыстарына кетіп қалыпты. Кеткеніне біраз уақыт болыпты. Содан не істерімді білмей отырып, есіме балалар үйінде тұрып жатқанда қайырымдылық жасап келіп жүретін ерлі-зайыптылар бар еді. Сол кісілер осыдан шыққан соң қиналып жатсаң хабарласарсың деп телефон номерлерін беріп кеткен болатын. Анам тұрған үйдің иесіне жағдайымды айтып, телефон сұрап, әлгі кісілерге хабарластым. Сөйтіп ол кісілер маған уақытша қаладан пәтер жалдап берді. Ол кісілерге де алғысым шексіз еді. Сөйтіп күзде оқуға бардым. Студент атанып сабаққа бардым. Курстастарым маған бір басқа планетадан келгендей қарайды. Өйткені менің үстімдегі киімім кеңес үкіметінен қалған ескі үлгідегі киімдер еді. Оқып жүріп, мейрамханаға даяршы болып жұмысқа кірдім. Сол жерден тамақтанамын. Маңдай термен, өз еңбегіммен тапқан ақшама киініп, мәз болдым.